Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай дәмі ерекше айран қосып жасалынатын бисквитный торт жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, жеңіл, дәмі ерекше. Осындай торт жасаймыз. Бізге қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Ұнға қобыздықышты қосып жақсылап араластырып аламыз. Және жұмыртқа мен құмшекерді де миксермен араластырып аламыз. Аппақ көбіктей болғанға дейін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Мінекей осындай көбіктей болды. Одан кейін бізге суымызды, айранымызды, шит майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Міне одан кейін ұнды араластырамыз. Мен ыдысымды ауыстырып алдым. Жаңағы ұн қосылған ұнды да барлығын бірден қоса салдым. Шетінен қосып отырсаңыздар да болады. Мінекей осындай бір келкі етіп араластырып аламыз да. Менде осындай таба. Бұл сковородканы духовкаға салып та пісіре беруге болады. Қуырып та, бұқтырып та дайындауға болады. Мінекей сары майды жағып, үстіне ұн сеуіп, жаңағы дайын болған массамызды осы ыдысымызға саламыз. Қызып тұрған 180 градустағы пешке салып 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болған пирогымыздың осындай көтеріліп тұрған бетін алып тастап, төңкеріп, келесі жағына мінекей қолдың қаймағы, үйлеріңізде не бар, барлығын жаға берсеңіздер болады. Менде осындай қолдың қаймағын, единдай печеньені теркадан өткізіп, бетін әсемдегенде. Сіздер де өз қалауларыңызша қосып жасай берсеңіздер болады. Және батончик конфетін де үстіне сеуіп жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер.